Махаббатсыз дүние бос деп бекер айтылмаса керек. Қос ғашықтың арасындағы жүрек тебірентер сәт қашанда айтылып келді. Мысалға, Қыз-жібек пен Төлеген, Қозы мен Баян, Еңлік пен Кебек жайлы. Ал біз бүгінгінің ғашықтарын әңгімелейміз. Қайраттың тойында таныстық. Менің сыныптасым. Менің grup баласым. 4 жыл бірге оқыдым. Тойында таныстық. Сосын үйге шығарып салдым. Сол кезде ойламаппын негізі атқа тұрмысқа шығамын. Мен енді кішкене сенімді болдым. Ол кезде кеш болатын. Шағыл таныстық. Жақын сөйлесіп. Мен сенімді болған жоқпын басында. Мен ойладым, жай ойнап айтып жатыр екен. Бір айтты, мен қабылдаған жоқпын. Кеміш. Мен ойымдағы ұсыныс жасаған екен. Мен шын қабылдадым. Жақын сөйлестік, таныстық. Сосын жақын сөйлесіп аршысынан кейін өзіме сенімді болдым. Сосын ұсыныс жасадым. Яғни шетелдердің киносындағыдай свеча жағып, романтика деген сияқты. Сосын ол кезде туған күн болатын. Сол туған күнде свеча жағып, құттықтап. Сол туған күннен соң бір апта өтті ме? Бір аптадан соң ұсыныс жасадым. Ұсыныста оңай болған жоқ, әрине. Тырыстық. Бірақ дегенмен жеттім.